Мыңдаған жылдар бойы ғаламның өркениеті адам денесін бір қалыпты түрде сақтауға тырысқан болатын. Ежелгі қауымдастықтар сақтаған ең танымал мумиялар олардың өлместіктің жолын іздегенін білдіреді. Мысырлық мумиялар денелерді бүлінбейтін етіп сақтаудың үлгісі болып отыр. Бүгін сіздерге әлем бойынша табылған мумиялар туралы айтатын боламыз. Келесі кадрлар кішкене қорқыныштылау болуы мүмкін. Дайындалып алғаныңыз дұрыс болады. Розалия Ломбардо, Италия. Сицилия аралындағы катакомбалардың тереңінде шыны табытта Розалия Ломбардо есімді кішкентай қыздың денесі жатыр. 1920 жылы ол пневмониядан қайтыс болған кезде әкесі қызының денесін сақтап қалғысы келеді. Ол итальяндық бальзамдаушы Альфредо Салафияның көмегіне жүгінеді. Альфредо бактерияларды өлтіру үшін формалин, дене мүшелерді қатыру үшін мырыш тұздары, салицил қышқыл мен глицерин қолданды. Нәтижесі адам таңғаларлық болды. Дененің жақсы сақталғаны соншалық кішкентай қыз ұйқыдағы ару деген атауға ие болды. Ла Донцелла, Оңтүстік Америка. 500 жылдан астам уақыт бұрын Ла Донцелла мен тағы екі баланы инктар тайпасы құдайларға құрбандық ретінде мұздап өлтіру үшін тастап кеткен. Оның денесі жанартаудың жоғары жағынан табылды. Бұл мумияны зерттеушілер 99 жылы тапқан болатын. Осыған қарап бұрынғы уақыттағы инк тайпаларының қалай киінгенін байқауға болады. Тутанхамон, Египет. Бала патшаның мумиясы әлемдегі ең танымал мумия. 1922 жылы жас билеушінің қабірінен табылған жерлеу маскасы ежелгі Египет өнерінің ең танымал туындысы саналады. Тутанхамон 3000 жылдан астам уақыт бұрын 19 жасында қайтыс болған. Перғауын заттарының арасынан қанжар табылған болатын. Заманауи құралдар арқылы бұл қанжар дамыған технология бойынша метеориттен жасалғаны белгілі болды. Толуынтық адам, Дания. 2000 жылдық мумия 1950 жылы Данияның Ютландия аралының батпақтарында кездейсоқ табылған. Мәйітті тапқан фермер бұл жақында болған адам өлімі деп ойлаған болатын. 60 жылға жуық зерттеулер мойнынан табылған арқан іздері мен жұтылған тілі бұл адамның дарға асудың құрбаны болғанын көрсетті. Аутопсия марқұмның соңғы тамағы көкөністер мен жарма екенін анықтады. Гуанахуато мумиялары. Бұл 1833 жылы Мексиканың кішкентай қалашығында холера ауруы кезінде жерленген мумияланған денелер коллекциясы. Адамның көптігінен сол жылдары жергілікті билік қайтыс болғандардың туыстарына қабір салығын төлеуін талап еткен. Егер 3 жылдың ішінде салық төленбесе, мәйітті қазып алып шығып көпшілік назарына ұсынатын болған. Салықтың бағасы қымбат болғандықтан зират қызметкерлер жүздеген мәйіт қазып алған. Қолайлы топырақ пен таулы аймақтың құрғақ климаты денелердің кебуіне алып келді. Мұздаған адам, Эци, Италия. Бұл мумияны 1991 жылы екі неміс туристі Альпіде мұзға қатып қалған күйінде байқаусызда тауып алған болатын. Бүгінде ол бізге Эци есімімен танымал. Ол 5300 жылдан астам уақыт бұрын мыс тас ғасырында өмір сүрген адам. Қазіргі таңда Эци Италияның археологиялық музейінде сақталады. Ұлы Рамзес, Египет. Рамзес екінші Египет еліне адал қызмет еткен перғауын болды. Мыңдаған жылдар бойы ғалымдар оның қалай қайтыс болғаны туралы дауласып келді. Бірақ перғауынның қабірі ашылғаннан кейін көптеген сұрақтарға жауап табылды. Томография оның мойнынан омыртқасына дейін жететін тереңдігі 7 см құрайтын жарадан қайтыс болғанын көрсетті. Бұл жарақат Египеттің соңғы перғауынның билігін аяқтады. Жалпы адам өмірден өткеннен кейін жерлеуге келгенде әлем елдерінің жерлеу рәсімдері әртүрлі болып келеді. Кремацияның өзін буддизм мен индуизмді ұстанатын елдер бірнеше түрге бөледі. Бұл жайлы сіздер не ойлайсыздар? Комментарийге өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Бүгінге айтарым осы. Келесі кездескенше.